Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін шай дастарханына қойылатын қазақ ұлттық тағамы жент жасаймыз. Және де жай жент емес, шоколадты жент. Біріншіден талқанды осылай бір ыдысқа салып аламыз. Оның үстінен ерітілген сары майымызды және сгущенкамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Осындай қоспа дайын болды. Енді жентті жасайтын формаларымызды дайындаймыз. Менде осындай силиконовый форма. Өте әдемі болып шығады деп ойлаймын. Бұлармен бірінші рет жасайын деп тұрмын. Енді осы формаға жақсылап тығыздап, біркелкі етіп салып шығамыз. Ал осындай артық бөлшектердің барлығын алып тастау керек. Міне осылай әдемі етіп салып шықтым. Кішкене бөлігі қалып қойды, оны да басқа формаға саламын. Салып болған соң морозильникқа 30 минутқа жібереміз. Ол қатып, өзінің формасын жақсы ұстап тұруы тиіс. Мінекей морозильниктан шыққаннан кейін ол өте оңай алынатын болады. Формасын күшті ұстап тұр. Шоколадтарымызды кондитерский мешокқа салып, ыстық суға салып, осылай ертіп алдық. Енді силиконовый форманың түбіне примерно жартылай осылай қиып шығамыз. Содан соң үстіне жентті салып, жақсылап бір-екі рет нығыздап жібереміз. Егер шоколад жетсін десеңіздер, немесе молочный шоколад жасауғыларыңыз келсе, шоколадтың үстіне кішкене сүт құйып, микроволновкада алдын ала дайындап алған дұрыс. Барлығын дайындап алған соң, тағы да морозильникқа 30 минутқа қалдырамыз. Мінекей біздің шоколадты жентіміз дайын болды. Мен осылай біреуін алып көрдім. Өте оңай алынады. Форманың түбінен саусағыңызбен бассаңыз, жаңағы шоколадты өте оңай алуға болады. Мінекей осындай керемет аппетитный болып шықты. Мен қазір барлығын алып шығамын, содан соң бірге дәмін көреміз. Қазір дәмін көремін. Маған ақ шоколадтан гөрі қара шоколад ұнайды, сондықтан қараның дәмін көремін. Соңына дейін қатқан, шоколады да жақсы қатты, женті де жақсы қатты. Маған өзі женттің өзі керемет ұнайды негізі. Бірақ шоколадпен істеген мүлдем ерекше екен. Тем более Қазақстан шоколады number one ғой. Қазір ақтың дәмін көремін. Тоже жақсы. Бірақ мен ақ шоколад емес, ақ просто глазурды қолдана салдым. Глазурдың дәмі болмайды, білесіздер.
Сондықтан кәдімгі ақ натуральный шоколад қолданыңыздар. Егер басқа түс қаласаңыздар, краситель қосасыздар. Жақсы, өте жақсы, но мен үшін қара шоколадпен ең сүйіктілердің бірі болады. Өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Наурызға. Мінекей біздің осындай әдемі дәмді шоколадты жентіміз дайын болды. Наурыз мерекесіне орай үстелдің үстіне қоюға осылай әдемі қылдырып жасасаңыздар болады. Немесе біреуге сыйлыққа жіберуге болады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.